нелерін берген тәрбиелерін ары қарай апайларына кетірмеңдер. Осылай жүре беріңдер апайлармен келіп. Денсаулықтары мықты болсын. Үлкен азаматша болып өсе беріңдер. Ал оқушылар кім сөйлейді? Оқушылардан ғана сөйлейді. Ал сөйлеу көркем. Келді. Апай, Давай. Айгер сөйле. апай, сізге көп рахмет екінші класстан 4-ші классқа дейін білім үйретіп тәрбие бердіңіз. Ертең 1-ші класста да осындай сіздерге апай, біз осылай тәрбиелеріңізге рахмет. 1-ші класстарға да тағы 1-ші класстан бастап бұдан да жақсы тәрбие бересіз деп үміттенемін. Молодец. Ары қарай. Жасайық. Апай, берекеңіз. Енді бір кішкене ғана азғана сыйлығымыз. Сағын жаңа айтыңызшы. Айтшы. Апай, сізге рахмет. 4 білімімізді тәртіп білім беріп отырсыңыз. Ғұмырыңыз ұзақ болсын, жасыл. Апайға рахмет айтармен жақсы оқытқаны үшін деп айтсын. Иә. Мына біздің жаңағы алтын дәлел көресіз, алтын болмаса бриллиант деп тағарсыз. Енді аса болсам, осы оқушыларға арнап Бетмен сүйіп, құттықтамайсыздар. беттен сүйіп, ал аяқтарына сүйіп жасаңыз. Сүйіп. Сізді болсаңыз Алғашқы басында біз қоштасамыз онда ата-аналар. Сендер чекаларыңыз жасап өздерің. Отыра беріңдер беймаралды. қалған 9-ы екпінділері, қалған оқушылар енді орта мектепте арасында 1-2-3-тері барларға, бірақ Құдай қаласа олар жоғарыға барған кезде олар ақшалар төменгі болса, кішкене болса да мінез-құлық болады, араласу қиын болады, жаңа жүреді. Бірақ жоғарыға барғанда Құдай қаласа білімді ақтайды деген үміттемін. Енді биылғы 4-ші сыныпта жетістіктеріміз Құдайға шүкір жақсы болды. Балжан би жарысына барып, өзде жаңағы республикалық би жарысына 1-ші орын алды. Алтынай қазақ тілі
пән олимпиадасында мектепішілік 4 сыныптардың арасынан бірінші орын алып қалалыққа жеттім, 1-2 балл жетпей орын алмай қалып енді. Қалалыққа шығудың өзі де бір елдік мәртебе жеткен 3 жыл қатарынан шықтық. Сыныпта мен қыздар мысалға Дара алтын ұранға қатысып 3-ші орын алды, Жансая, Зарина, олардың барлығыменен зияткерлік олимпиадалардың жыл сайынғы бір орын иегерлері бар. Сыныпта бізде барлық жақсы, тәртіпті, тәрбиелі, Құдай қаласа осы сіздердің және менің берген білімімді тәрбиелеріңізбен қосып жоғары жаққа барғанда үмітімізді ақтайды деген үміттемін, Құдай қаласа. Сіздерге де көп рахмет. Алдағы уақытта енді балдарыңызға тек қана сіздер жақта қолдау жіберсеңіздер, әрі қарай бәрі жақсы көрсетеді. Рахмет сіздерге.